Сәлем достар, бүгін біздер менің кішкентай көмекшілеріммен бірге тәжірибе ұйымдастырамыз. Балалар, қолымызды көтеріп алыңыздар. Бүгін біздер сіздермен, менің көмекшілеріммен біздер ауа мен жылудың ара қатынасындағы туатын өзгерістер туралы тәжірибе жасаймыз. Сіздерге балалар, бұл тәжірибе үшін керек нәрселерді қараңыздар. Мынау нелер? Кішкентай майшамдар, иә? Майшамдар ортасында бізге тірек болатын пластилин тұр, желім қажет болады, ағаш таяқша керек. Одан кейін міндетті түрде қайшы керек, өздеріңіз білесіздер. Және де біздер бүгін балалар тәжірибе барысында Эльзаға көйлек жасайтын болғандықтан Эльзаның осындай кішкентай макетін жасадық. Одан кейін бізге скотч қажет болады. Және де міндетті түрде осындай. Эльзаның көйлегі қандай түсті болатын еді? Көк, жарайсыңдар. Эльзаға көйлек жасау үшін бізге осындай көк түсті тарақ керек. Және де Эльзаның көйлегінің көлемін өлшеп алу үшін бізге осындай шеңбер, пластмасс ыдыс қажет болады. Шеңберді сызып алдым. Қазір мен осы шеңберді қиямын. Балалар, енді біздер мына Эльзаны мынандай түтікшені пайдалану арқылы Эльзаның астына біздер мына ағаш таяқшаға қою үшін мынандай етіп тұғыр жасауымыз қажет. Біздер ол үшін мына түтікшеден қысқа етіп қиып алып, мынандай етіп майыстырамыз. Сосын бұны мына жерге жапсырамыз. Жақсы ма? Балалар, міне біздер пластмасс түтікшені жапсырдық. Енді қазір мына Эльзамызды көйлегімен осы таяқшаға кигіземіз. Міне көрдіңіздер ме? Бұл кезде жылудың әсерінен, жылу мен ауаның әсерінен Эльзаның көйлегі айналды.